Бір сағат кальян тарту 200 темекі шеккенмен тең. Иә, дәл солай. Осындай ақпаратты әлеуметтік желіде Равилов Фархат есімді уролог-андролог айтып жүр. Бір сағат кальян тарту 200 темекі шеккенмен тең. Уролог қаншалықты рас айтты? Бірге тексеріп көрейік. Шамасы видео авторы деректерді шатастырып алғанға ұқсайды. ақш-тың ауруларды бақылау және алдын алу орталығының жазуынша, бір сағат кальян шегетін адам 90 000 миллиграмм түтін жұтады. Ал бір шылым шегетін адам шамамен 500-600 миллиграмм түтін жұтады екен. Яғни 100-200 есе көп. Осы тұста уролог мырза ақпаратты бұрмалап бергенге ұқсайды. Сарапшылардың жазуынша кальяндағы табактың уыттылығы шылымнан кем емес. Ал Питтсбург университетінің медициналық мектебі жүргізген талдау көрсеткендей, кальян шегетіндер улы заттарды өте көп мөлшерде жұтады дейді. Кальяндағы су түбін салқындатады, бірақ токсиндерді сүзбейді екен. Кальян шегудің бір сеансы 1 сағат не одан көп уақытқа созылуы мүмкін. Ал темекі тез тартылады. Сол үшін де қорқор шегушілер түтінді тереңірек және ұзағырақ жұтуы мүмкін. Кальян түтінінде зиянды химиялық заттар өте көп дейді. Оларға шайыр, көміртегі тотығы, ауыр металдар қатерлі ісік тудыратын канцерогендерге жатады екен. Шын мәнінде кальян шегетіндер темекі шегетіндерге қарағанда көміртегі тотығы мен түтіннің әсеріне көбірек ұшырайды. Яғни кальян шегу денсаулыққа айтарлықта зиян тигізуі мүмкін. Дегенмен, бір сағат кальян тартуды 200 темекі шегумен теңеу деректердің дұрыс түсінбеу немесе әдейі асыра сілтеп бұрмалау деген сөз. Ал сіздің ойыңызша қайсысының зияны көбірек? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.